Ассалаумағалейкум, құрметті менің көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын менің арнама жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Бүгін жай ғана видео болмақ. Енді бізде тауықтардың барлығы жақсы. Жұмыртқа туып тұр. Қораның жағдайы осы міне. Так, енді мәселе мыңжақтары қалды. Мыңжағы және де мыңжағы қалды болды. Так, балапандар да бір қалыпты өсіп келеді. Енді балапандар да көбі әтеш сияқты. Соны қарайтын. Қалғандар түтіналар жақсы өсіп келеді. Тек ана балапан әлсіреп тұр, бұл дұрыс өспей. Қалғандарының барлығы жақсы өсіп жатыр. Сосын кеше бір бауырым сұрап отыр еді, балапанға қандай жем су бересің деп. Балапанға бір ай емес, 2 ай бойына старт берем. 2 айдан кейін рост берем. 2 айдан бастап уже 4-ші айға дейін рост жейді. 1-ші айдан шыққан күннен бастап 2-ші айға дейін старт жейді. Міне австралоптың әтеші. Енді әтеште тауығы да бар, енді көреміз. Әтеш болғанда жақсы ғой. Мыналардың тұқымдары іріледі, келетін тауықтардың тұқымдары ірі болады деген сияқты ғой. Так, мынау кеше дакан деп салып едім. Дакан емес, білем ғой, простой домашний әтеш, домашний тауықпен хохлати әтеш шатысқан ба, или хохлати тауықпен домашний әтеш шатысқан ба, сондай бірдеме, короче. Так, осы жаңалық. Айтпақшы, сосын бір бауырым сұрап отыр, қалай тауықты күрік қыламын деп. Тауықты күрік қылу үшін ашыған қамыр беру керек. Басында дрожь беріңіз. Дрожь тауықтың жұмыртқа тууын жақсартады. Дрожьді қалай беремін? Жеміне қосып бересіздер, араластырып. И содан кейін қамырды беріңіз. Ашыған қамыр беріңіз. Ашыған қамырды жемге қосудың қажеті жоқ. Осылай қолға үйкелеп кішкентай қылып берсеңіз, ол тауықтың өзі 1-2 аптада тауық күрік болады. Так, сосын алдағы жоспарларды айтып кетейін. Міне тас келіп тұр. Айшын қалау керек. Так, сосын ескі полный бұзылды. Ескіні бәрін алып тастадық. Енді ана жер азын-шоғын тастар бар, солардың бәрін тасып, ішке қора салу керек. Сосын шарбақты қоршап, арғаратай жаңадан қора салу керек, короче. Әртүрлі қора қылып салу керек. Сосын қандай тауық істейсің деп жатыр ғой, енді оны ала берсе жақында айтам. Чисто жұмыртқа бағытында или инкубационный бағытында полигон тауық ұстаймыз. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Бізде просто күн жанып тұр. Күндізгі уақытта видео түсіріп отқаннан кейін далада жүру невозможно ғой.